Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз аңшылықты бастау үшін не істеу керек? Яғни лицензия алу үшін не істеу керек десек те дұрыс болады. Бірінші бізде біз не үшін мысалға лицензия аламыз? Сол жайында. Лицензияны алған кезде сіз яғни жұмыс орныңызға мысалға қару алсаңыз болады, егер жаңағыдай охранный участок болса деген сияқты. Екіншіден, сіз өзіңізге, яғни аңшылыққа қару алсаңыз болады. Үшіншіден, жаңа самооборон, жаңа үйіңізді қорғасаңыз болады. Сол үш түрінің қайсысы сізге керек екенін өзіңіз шешесіз, яғни өзіңіз таңдайсыз. Так, яғни одан кейін аңшылыққа лицензия алатын болсаңыз, сіз ең бірінші не істеуіңіз керек деген сұрақ мазалайды. Ең басында менде де сондай сұрақ болған. Яғни не істеуім керек, қайда барам деген сияқты. Бұрын есімде 4-5 жыл бұрын дайындалдым лицензия алайын деп. Ол кезде де охотаға желанием ашылып сондай болған. И ол кезде мылтық қарап жүрген кезімде мылтықтар 150 мың сондай теңге тұратын. 150 мыңға 5 атар болмаса жаңағы двустволка қос ауыз вертикалкалардың 150 мың тұратын. Сол кезде қызығып бастағым келді. Бірақ енді документтер жинап бастадым, арт жақ қалып қойды енді. Анау жұмыстармен жүріп кеттік. Кейіннен армияға бардық, келдік, әйтеуір жүрдік. Ағамыздың ауылда мылтықтары бар, сол мылтықтармен шығып аңға шығамыз енді арасында. Сөйтіп қызығасың енді, не дегенмен өзіңде болғанға не жетсін енді. Сол үшін әрекет етіп, осы биыл сәтін салып тұр екен. Сөйтіп лицензия алу деген нәрсе мені мазалап жүрді, қалай алсам екен деп. Сөйтіп мен ең бірінші не істеді деп ойлайсыздар достар, ең бірінші мен ГОБУ-ға бардым, яғни ГОБУ-да полиция несіне бардым. Содан кейін ішке кіріп, яғни маған перечень беріңіздер, яғни қандай құжаттар керек екенін, яғни мен білуім керек қой. Сол үшін сол переченді сұрап алдым. Олар кіргеннен кейін неше түрлі допрос болды, мынандай кішігірім сұрақтар қойды. Не үшін керек сізге деп мысалға. Ол мен айттым өзім охотаға, яғни охотаға шығуға маған керек деп. Екіншіден, қаңтар оқиғасында сіз жоқсыз ба деген сұрақ қойды. Сондай бір түрлі сұрақ екен. Мен айттым жоқпын, ол кезде қатысқан жоқпын дедім. Содан кейін тағы бір-екі сұрақтар қойды. Хулиганство, анау-мынау деген сияқты учетта тұру жайында жоқсыз ба деп сұрақ қойды. Бірақ оның үстіне мен удостоверениені алып, ол кісілер компьютерді базаға бірдеңе салды ма, бірдеңе тексерді ма, сондай жасады. Сосын содан барлығын өткеннен кейін маған осындай перечень берді. Ол кісілерде бар екен, осындай перечень. Осын по порядку қазір айтып беретін болам сіздерге. Так, переченде ең бірінші бізде тұратын медицинская справка с поликлиники дейді. Форма 076У деген. Бұл не справка десеңіз, бұл толық сіздің денсаулығыңызды тексеретін справка ғой, үшін бір сөзбен айтқанда. Қазір мына жерде құжаттар шығарып қойын, біртіндеп өзім не отырам, көрсетіп отырам. Так, мінекей. Форма 076. Бұны өзіңіздің қалаңыздағы поликлиникаға барып бастырасыз. Бұл жерде платный болады. Ең бірінші осы жерде мысалы поликлиникада 4000 теңге төлеп осы форма 76 өтесіз. Яғни окулист, врач, терапевт, невролог дейді, офтальмолог барлығынан көзден өтесіздер. Содан кейін ол әрқайсысы сізге печать басып береді. Одан кейін псих пен наркодиспансерге екеуіне бірге барасыздар. Сол жерде осы қағазға печать басып береді, бірақ ол жаққа бөлек анализ тапсырғандарыңыз үшін 4500 теңге ол жаққа тағы төлейсіздер. Сонымен осыны бір күнде, яғни осы форма 076-ны бір күнде өтіп тастауға болады. Осындай қосымша лабораторный обследование өтті деген қағаз қосып береді. Осымен 076 бітті, яғни. Так, екінші бізде жаңағы псих диспансер мен наркодиспансер тұр, ол осы 076-ға кетеді. 3 документ кетті ғой. Төртінші, яғни бізде динамоның қағазы. Мінекей динамо осындай разрешение береді. Алда ол туралы да толық айтатын болам, түсінікті болу үшін. Тез түсірсем, тез не қылсам түсініксіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан қай документке қанша уақыт кеткені және де қалай болады, сол жайында тағы видеолар түсіремін. Құдай қаласа. Төртінші справка с Динамо облгаи. Облгаиде бізде Динамо деген жер. Динамо яғни
мамандандырылған сондай үйрететін жер, қару обращение, мысалы охранаға, болмаса аңшылыққа керек нелерді үйретеді. Сол жерде вторник және четверг сағат 2-де дейді. Сол жерде барамыз, тіркелдік. Яғни бұл документтерді бір аптада жинап тастаймын деп ойлаған едім, бірақ бір аптада жинап үлгермедім. Мен алды. Мысалы осы аптада бастаған болсам, 76-ны бітірдім, анаған жүгірдім, бірақ мен осы Динамоға үлгерген жоқпын. Өйткені Динамо сағат 2-де, мысалы после обеда и вторник и четверг 2-ақ күні. Бір күні барсам 76-ны алып келді, соны 76-ны дайын болмаған. Мен қайттан қайтып кеттім. Сөйтіп жүрген кезде бір апта өтіп кетті. Одан кейін 5-ші бізде тұрған рапорт от участкового инспектора. Ол рапорт бізге былайша бермейді екен. Мен барып тағы видео түсіргенім бар, соны осы видеоға салатын боламын. Участковыйға барып, мен документ осы рапорт, звондадым бірінші мен. Осы рапорт керек еді маған деп звондаған едім. Ол кісі айтты, сіз сейфті алып үйге орнаттыңыз ба, сигнализация орнаттыңыз ба деп сұрады. Сосын мен жоқ дегенім, онда соның бәрін бітіріп, сосын рапорт алды. Сосын одан өтіп кеттім рапорттан. Келесі бізде 6-шы, яғни үкіметке төленетін нелері бар, налогтар бар, яғни кішігірім бізде коды 108-126 деген код, оған 1531.50 теңге тиын төленеді. Одан кейінгі тағы дәл сондай код бар, 7-ші 108-126, оған 306.30 тиын төленеді, для регистрации и продления деген. Сосын 8-ші тағы код бар бізде төлейтін 108-126, 1531 теңге тағы хранение и ношение деген бізде төленеді. Ең бірінші жаңа приобретение төленеді. Осы 1000-1000, яғни 3000, почти 4000 теңге төленеді. 9-ші копия охранного билета дейді. Охотничьего билета, яғни ол охотничий билет, бұл бөлек әңгіме. Мәне қарауыңыздар. Бұл охотничий билетті келесі видеода толық түсіндіретін боламын, өйткені қазір туда-суда алу не ашып кетеді. Копиясын да өткізіңіз депті, сосын ең соңында 10-шы заявка электронном виде через ЕГОВ e-лицензия сайтынан дейді. Яғни по услуге на приобретение через ТОН дейді. Осы қағаздардың барлығын жинап болғаннан кейін сіз ТОНға барып e-лицензия сайтына тіркейсіз. Егер болмаса, үйде ноутбугіңіз, интернетіңіз болса, ключіңіз болса, үйден сала берсеңіз болады. Бірақ енді өзіңіз білмегендіктен соңға барған жөн. Мен де бірінші рет соңға жүгіндім. Так, енді бұда наркодиспансер барлығын айттым. Динамода бізде вторник, четверг сағат 2-де барамыз. Ол жерде тіркеп береді и сабақ өтіледі арнайы. Сол сабақтан өтіп, сосын экзам тапсырылады. Оған қандай сұрақтар келген мен келесі видеода толық түсіндіретін боламын, достар. Одан кейін госпошлина міне. 3 чекті осылай ксерокс жасап алдым. 3 чек керек болады десін. Одан кейін копия удостоверения, Динамоның қағазы, және мынау рапорт. Рапортқа тоқтала кетейін. Сосын мен қаладан сейф сатып алдым бір жерден. Дайын сейф, яғни қолдан жасалған, толщинасы 3 мм-ден, яғни кем болмау керек. Ол сейф жайында тағы бір қысқаша бір ролик түсіндірме түсіріп кетейін. Өткен видео ұзақ болған сайын адамдарға қызық болмай кетеді. Рапортты мысалға сейфті орнатып болғаннан кейін оған сейф жаңағыдай қалыңдығы 3 мм, сосын стенаға бекіту керек, сосын жаңағы сигнализация орнату керек деген бар. Ол жайында толық подробно түсіретін боламын. Соны орнатқаннан кейін барып, учаскеге барып, осындай рапорт жазып береді сіздерге. Барлығы дайын болды деген кезде соңға барып тіркетесіз, яғни сонда осындай документ береді. На приобретение. Прошу выдать разрешение на приобретение, хранение и ношение гражданского оружия деген, гладкоствольный, длинноствольный деген таңдап, осының барлығын сіздерге тіркеп береді. Одан кейін копия охотничий билет, соның барлығын өткізіп, соңға тіркедім. Енді ол лицензия неше күн ішінде дайын болады десеңіздер, достар, сіздер документ жинап болғанға мысалы 2 апта уақыт кетті делік. Одан кейін соңға өткізесіздер ғой. Соңға өткізгеннен кейін 15 күн өтеді. 15 күн ішінде қаралады документ. Енді мен осы сезонға үлгермейін деп тұрған сияқтымын. Кешегі видеода айтқандай. Сезонға үлгеру үшін ертерек қимылдау керек еді. Яғни охотничий сезон бізде 1 октябрьде басталады, яғни қырғауыл нелерге. 1 октябрьде иті бар кісілер ғана охотаға шыға алады. Иті тіркелген осы охотничий билеттің ішіне тіркелу керек. Ол менде ит жоқ, мысалға 1 ноябрьден басталды деген өзінде де мен үлгеремін шығарым деп ойладым. 1 ноябрьден бері жүгірдім, бүйттім, енді
декабрьде 6-сына менде лицензия беріледі деген сияқты смс-терге лицензия сайтында e-goптан кіріп қарап отырмын. Және де қарап алғаннан кейін осыған тіркеледі. Және де егер охотничий пышақ болса, документі бар пышақ болса, ол да осыған тіркеледі. Сосын жаңағы охотничий ит болса, үйретілген, ол да осыған тіркеледі, достар. Барлығын біліп жүріңіздер. Яғни 15 күн күтесіздер ғой, мынаның барлығын дайындап. 2 апта кете ма, 1 апта кете ма, мынаны жинағанға мен білмеймін, сіздердің өздеріңіздің нелеріңізге байланысты. Қанша теңге кетті десеңіздер, так, қанша теңге қазір? Общий есепте жіберейін, 4000 теңге поликлиникаға, 4500 теңге жаңағы наркомем диспансерге кетті. Динамоға 3500 теңге, походу, 3500 теңге алдадым Каспийге, одан кейін рапорт тегін болады. Так, 1531, 3000, 4000 дисалайн, плюс 4000, плюс охотничий билет. Охотничий билет 32 мың тұрады. Ода да сіздер тест тапсырып, сабақ кәдімгідей тест тапсырып өтсеңіздер ғана аласыздар. Оның өзі бір аптада дайын болады. Примерно бір апта ғой енді. 32 мың плюс. Туда-суда былай жүргеніміз бар, кісерікс бар, енді оларларын есептемей қойын. Одан соны тегін. Сейфіңіз бар, мен сейфті 40 мыңға сатып алдым. 40 мыңға енді. Саудаласып әйтеуір түсіріп 40 мыңға берсеңізші деп 40 мыңға сейф сатып алдым. Плюс сигнализация. Сигнализация менде 13 мың ба, сондай болды. Плюс билайн номер салынады оған. Так, билайн номер 2000 теңге. Сонда 15 мың теңге дей салайын. Сигнализация мен номерге 15 мың. Так, сосын. Екі анкерный болды, яғни 500-ден 250 ма, 500 теңге плюс 500 теңге дей салайын. Стенаға бекітілетін анкерный болтпен бекітіледі, яғни ол сейф қозғалмай тұру керек. Сосын сейфтің расположениесі, яғни коридорда болмау керек. Ол яғни бөлмеде, жатын бөлмеде болмаса, бөлек бөлмеде болу керек. Оны мен мына жерде бәрін қоссақ, 32 плюс 40 мың сейф болса, 72, 76. Так, 72, 76. Мынау кетті. 76, 80. Так, 84 жарым. 88 плюс 15. Так, 88, 15 болса. Так, 88, 90 деп алсам, 105 жарым, яғни 105 мың 2 мазық. 103 мыңдай кетіп қалды осы жерде. 103 мың кетті. 103 мың теңге кетті. Примерный ғой, мен арасына ұмыт кеткен шығарым бір-екі нәрсе. Ең бірінші осы лицензия алу үшін сізге ақша керек болады, бір сөзбен. 100 мың ба, 103 мың менің жағдайымда. Сіздің қалаңызда ол қымбат болған сайын сіздерде енді қымбаттай береді ғой енді. Таза менде 103 мың кетті. Ал егер лицензионный магазиндерде сатылатын сейфтер бар, олар 67 мың деп тұр бізде. Ол 80 мыңнан басталады. 80 мың, 70 мың, 80 мың, 100 мың кете береді ары қарай. Одан кейін бұл документтер дайын болғаннан кейін сізге яғни қару алуға рұқсат берілген жағдайда, мен әлі белгісіз, өйткені на рассмотрение тұр ғой МВД-да. Оны алғанның өзінде кейін қаруға ақша керек болады. Ол қару жайында бөлек арнайы видео түсіретін болам, достар. Видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер, және де арнаға тіркеліп кетіңіздер, достар, қолдап. Алдағы уақытта охота жайында қызықты неше түрлі видеолар салатын болам. Өйткені кішкентайымнан өзім охотаға шығу сондай қызық еді. Балыққа барамыз, яғни балыққа неше жылдан бері барамыз, неше түрлі трофейный балықтар ұстадық. Өзімнің Бекзат деген су жайым бар, яғни Бека, сол екеуміз балыққа бардық. Қанша трофейный балықтар, 5,5 келі сазан, 4,5, 3,5, яғни сазан 7 килограмм, амур, жылан балық, сондай үлкен-үлкендерін ұстағанбыз. Өзім ауылда інім бар, Маралхан деген өзім немере інім, ол екеуміз біз примерно 25 килограммдай болатын. Бүйтіп сағалдықтан көтергенде лаха, яғни жайынның кішкентайы ғой, лаха 25 кило, сондай лаха ұстағанбыз. Ол кезде видео түсіруге әлі дамымаған ғой, телефонымыз бүйтіп жүріп түсіре салғанбыз. Кейіннен яғни осы енді ойлап жатырмын да, жақсы контент түсіріп интернетке салу керек екенін енді түсініп жатырмын, достар. Әзірге осы, лайк басып, подписка жасап қолдап кетіңіздер, достар. Жақсы сау саламатта болыңыздар.